Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Жаңа сөздермен таныс болайық. Дәстүрлі емес, кездейсоқ, қатер, жаңашыл, шамамен, күтілуде, сараптама, тарату, бәсеке. Бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Энергияны табиғи жолмен өндіру дегенді қалай түсінесің? Екінші сұрақ. Балама энергияның түрлерін білесің бе? Үшінші сұрақ. Мұнай, көмір, газдан табиғи жолмен өндірілген балама энергияның қандай айырмашылығы бар? Екінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Балама энергия атты суреттер топтамасына қара. Қалай ойлайсың? Онда қандай энергия түрлері өндіріледі? Олар адамзатқа не үшін қажет? Бағалау парағы. Сұрақтарға жауап береді 2 ұпай. Балама энергияның қалай өндірілетінін айтады 1 ұпай. Оларды адамзатқа қажеттілігі туралы айтады 1 ұпай. Сауатты сөйлейді 1 ұпай. Еліктеу сөздер дегеніміз не? Еліктеу сөз әртүрлі дыбысқа, құбылысқа еліктеуден, олардың бейнесін елестетуден туындаған сөз. Еліктеу сөз мағынасы қарай 2-ке бөлінеді. Еліктеуіш және бейнелеуіш. Еліктеуіш дегеніміз түрлі дыбыстарға еліктеуден туған еліктеу сөздер. Мысалы, сарт, тарс, сарт, сұрт, шиқ, шиқ деген сияқты. Ал бейнелеуіш сөздерге көру арқылы сипаттаудан туған сөздер жатады. Жалт, морт, қисаң, қисаң, тағы да басқалары. Үшінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Еліктеу сөздерді тауып айт. Яғни еліктеуіш сөздерді тауып айтамыз. Бір кезде үйде жалп етті. Мен шыққанда есік тарс етті. Таңертең сағат шыр етті. Даладан мәшине гүр етті. Ол қисалаң-қисалаң етіп келеді. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінде қандай мәселе көтерілген анықтап, стилін айт. Балама энергия, энергияны табиғи шикізаттан емес, қоршаған ортаны уламайтын, таза табиғи жолмен өндіретін энергия. Балама энергия көздеріне күн, жел, су энергиясы, биоотын және геотермалды энергия жатады. Әлемде көптеген елдер энергетикалық дағдарыстан шығудың жолдарын іздестіруде. ақш, Канада, Англия, Қытай, Жапон елдері балама энергияны пайдаланады. Күн энергиясы дәстүрлі емес энергияның бір түрі. Оны пайдалану кездейсоқ емес. Күн энергиясы бітпейді, әрі экологияға қатер келтірмейді. Сондықтан бұл жаңашыл идеяның болашағы үлкен. Күн жердегі тіршіліктің болуына, өзендердің ағуына, желдің соғуына, өсімдіктің өсуіне тікелей әсер ететін бірден-бір энергия көзі. Мұнай, газ, көмір де күннің арқасында пайда болған. Адамзат күн энергиясының шамамен 10 мыңнан 1 бөлігін ғана пайдаланады екен. Күн энергиясының 1% ғана пайдаланса, адамзат бірнеше ғасырға дейін энергетика мәселесін шешеді. Біздің елімізде балама энергияны пайдалану кең тараған жоқ. Мамандардың сараптамасы бойынша елімізде балама энергияны пайдалану 1% екен. Оны тарату болашақтың ісі. Бағалау парағы. Еліктеу сөздерді тауып айтады 2 ұпай. Мәтінде көтерілген мәселені анықтайды 2 ұпай. Мәтіннің стилін анықтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.